Екінші бөлім. Шевкет Әлирзаның үлкен ұлы еді. 2 ай бұрын ғана 20-ға келген. Өте білімді, бірнеше тіл білетін. Көшіп-қонып жүретін қызметкерлердің балалары сияқты бір мектепте 2-3 жылдан артық оқымаған бала көбіне көп әкесіне қарыздар еді. Әлирза өз қиялындағы мінсіз адамдай болсын деп, бұл тұңғыш баласын бағбандай күтіп баптады. Әкесінің ол қуанышына қарай Шевкет өте көп нәрсе үйренген еді. Дегенмен ол білгені күнделікті өмірінде аса бір қажетте болмайтын. Әлирзаның ойынша, оның нағыз адам болу үшін әлі жоғары білім алу керек еді. Амал нешік, тағдыр оны бұйырмапты. Бұған қарамастан Шевкетке шаң жуытпайтын. Өйткені ол осы жасында Стамбул Еуропаның университеттерін бітірген сауатты жастарынан қалыспайтын. Енді міне қат әкесінің қиналған сәтінде жанынан табылды. Әлирза Шевкеттің адамгершілігі жоғары тұлға болып қалыптасуына аса мән берді. Ол өмірде не нәрсеге де күмәнмен қарауға дайын еді. Тек баласының тәрбиесінен еш күмәнданбайтын. Ол үшін ұлы Шевкет әлемнің ешбір мықтысы сындыра алмайтын саф алмастай көрінетін. Алтын жапырақ фирмасын осыншама жігермен біржола тастап кеткені де осы баласына деген сенімнен еді. Бірақ ұлынан күткен көмегі мұншалықты аз уақыт ішінде келеді деп ойламаған-ды. Шевкет те әкесі секілді тәкаппар болатын. Бәлкім төмен ұпай жинап өте алмай қаларым деп сайысқа қатысқанын да отбасында ешкімге айтпаған еді. Үйдегі жарық, бақшадағы дастарханға келер болсақ, бұл Шевкеттің бұрын берген уәдесі еді. Әлирза оны мектепке алғаш апарған кезде: «Шевкет, үлкен азамат болғаныңда қызметке отырған күні сені бізге жақсы бір тауық етінен дастархан жасайсың» деген еді. Арада ұзақ жылдар өтсе де уәдесін ұмытпапты. Сол күні газеттен сайыстан өткендердің тізімінде өз атының бірінші тұрған көре сала базарға барып тауық етін сатып алған. Бұл дастархан салтанатына үйдегі үлкен-кіші бәрінде қосқан үлесі бар. Хайре ханым үлкен қызы Фикретпен ас үйде болды. Лейла мен Нежла дастархан әзірледі. Айше көршінің бақшасынан шоқ-шоқ гүл жинап әкелді. Әлирза бағанағы қайғысының бәрін лезде ұмытып кетті. Тек дастархан басындағы өз орнына төрге шығар кезде барып ойға шомып тұрып қалды. Сосын мейірімді жанарымен ұлы Шевкетке қарап күлімдеп: «Шевкет, екеуміз орнымызды ауыстырамыз» деді. «Сен әулеттің әкесі, мен тұңғыш баласы боламын». Бәрі таңғалды. Бірақ ол айтқанынан қайтпай бұйыра сөйледі. Ұлының қолынан тартып: «Мен осылай болғанын қалаймын. Менің айтқанымды істеуге міндеттісің» деді. Әлирза мәжбүрлеп алдындағы тақты ұлына беріп, маңғаз кейіпте Шевкетті орнына отырғызды. Өзі оның сол жағына әйеліне қарама-қарсы жайғасты. «Отбасымызда Шевкеттің орны бұдан былай сол жер болады» деді. «Қарсы емессіңдер ғой балалар, уақыты келді. Бұдан былай әке орнына әке дейсіңдер, солай есептеңдер». Қарт адам бір бәлеге ұшырағанын қанша жасырғысы келгенмен соңғы сөзінде дауыс дірілдеп кетті. Дегенмен онысын тез жасырып үлгерді. Өйткені дәл қазір бала-шағасын уайымға салғысы келмеді. Оның үстіне Шевкет мойнына артылған үлкен жауапкершілікті білгенге дейін бұл жаңалықты естімей бақытты, уайымсыз ұйықтау керек деп шешті. Әлирза, әйелі және ұлы бәрі-бірге ерте оянуға дағдыланған. Үшеуінің де көшеде және үйде атқаратын бөлек-бөлек міндеттер болғандықтан осылай жасауға мәжбүр. Тек қыздар ғана еш уайымсыз бірнеше сағат жалқаулана жата беретін. Әлирза да ендігі жерде осы үйдің жалқауларының қатарына қосылатынына қарамастан таңертең ерте күнмен таласа оянды. Күндегідей қолына кітап алып терезенің алдына барып отырды. Бірақ еш оқи алмады. Әйелі от жағып шай қайнатқанша кітаптың бір ашқан бетіне қарап терең ойға шомып отыра берді. Таңғы астан кейін Хайре ханым күйеуінің түскі асын әзірлеуге кірісті. Әлирза ашуланып: «Керек емес, айналайын, әуре болма» деді. Оның кеме жүзе алмайтындай дауылды күн болса да жұмысынан қалмайтынын білетін Хайре ханым уайымдай бастайды. «Жұмысқа бармайсың ба, қожайын?»
Жоқ, бармаймын. Алирза мұны айтып жатқанда тура мұғаліміне ашуланып мектепке барғысы келмей тұрған оқушы баладай болып кетті. Неге? Алирза жаңа ғана қасына келіп отырған Шевкеттің бетінен сипады. Көңіл күйін сездіргісі келмей. Шевкетпен ақылдасатын бір мәселем бар деді. Балам, мені жақсылап тыңдап болған соң турасын айтасың. Сен не десең, мен соған көнемін. Әйел мен ұлы бұның рас не қалжың екенін білмей бір-біріне қарады. Қарт адам болған жағдайды егжей-тегжей баяндап берді. Ұлымен қалай болса солай сөйлесіп үйренбегендіктен оқиғаның арыстау жерлеріне келгенде жүзін басқа жаққа бұрып даусын салмақтай сөйледі. Хайре ханымның жүзінен тек таңданыстан басқа ешнәрсе байқалмады. Бірақ әкесінің әңгімесі Шевкетке қатты әсер етті. Оның мойылдай қара көзінен ашуды байқау қиын емес еді. Әкесі, бұл жағдайдан өз еркіммен жұмыстан бас тартпағанда басқа не істей алар едім, деп сөзін тамамдаған кезде ол еш кідірмей: өте дұрыс жасағансың, әке, деді. Ұлының бұл сөзді барынша шынайы айтқан сонша әкесі жылап жібере жаздап баласының мойнына асыла кетуге шақ қалды. Бейкүнә түрде мойын салбыратып негізгі сұрағын қойды. Тек бір нәрсе бар, онда сөйлесуіміз керек. Бұл фирма мен үшін берекелі бір нәпақамның орны еді. Мені білесің, қолымды қусырып қарап отыра алмаймын. Бәлкім енді басқа жұмыс таба алмаспын. Бауырларың әлі жетіліп те үлгермеді. Менің енді табысым аз. Отбасымыздың барлық жүгі сенің иығыңа артылды. Бұл саған қиын соқпай ма? Шевкет әкесінің бұл сөзіне қатты ызаланды. 20 жасының күш-қуатына сеніп кеудесін ұрғылады. Мұны айтуға қалай өзің барады? Маған күмәнің бар ма әлде? Керек болса әлі күні-түні жұмыс істеуге дайынмын. Бауырларымды қалайда ешкімнен кем қылмай өсіріп жетілдіремін. Шевкет кеше түнде дастархан басында әкесін неге өз орнына отырғызғанын енді түсінді. Болған жайға қайғырмақ түгілі мына жастан үлкен бір отбасының жауапкершілігін алып бас болғанын өзіне мақтан тұтты. Әке мен бала бір-біріне қуанышпен құшақтады. Алирза сәлден кейін әйел екеуі оңаша қалғанда қуанышпен күлімдеп: әке үшін бұл қандай бақыт, деді. Ақырын дастарханда жинай бастаған Хайре ханым мойнын бұрмай: иә, солай, деді. Әйелінің қабағы әлі қатулы, әзер-әзер жауап қатты. Алирза бұған қобалжып: неге олай қысқа қайырып жауап бердің, деп сұрады. Хайре ханым ақырын ғана: қысқа ұзыны бола ма? иә, солай деймін, деді. Жоқ, бірақ біртүрлі айтып тұрсың. Әйелі жұмысын тастай сала Алирзаға қарады. Ренжіме, сен қартайған сайын біртүрлі болып барасың. Сен бір нәрсені ашып айтпай тұрсың. Мұның айтып жатып әйелінен бір қарсылық күткен еді, бірақ ол жауап бермей теріс айналды. иә, жағдай шынымен де ушығып барады. Алирза енді шын қорқайын деді. Ол аса ақкөңілділікпен немесе мейіріммен біреулерге қайтарымсыз ақша жұмсаса, немесе үйіне аса қажет емес бір зат алып өкініп қалса әйелі: зиян жоқ, ренжіме, не істейміз, болар болды, деп жұбатпайынша біртүрлі жүрегі тынышталмайтын. Хайри ханым отбасы шаруасында артық қалжың жоқ, салмақты, есепке мықты әйел. Күйеуінің істеген ісіне әбден өкіріп, опық жемейінше оңайлықпен жұбата қоймайтын. Тіпті осынысынан араларында ұрыс-керісте болып тұрады. Алирза бетпе-бет ұрыса алатын бір ғана адамы әйел болғандықтан бала сияқты қырсығатын. Сен онсыз да осындайсың, адамды жақтырмайсың. Құдай қаласа өлемін, сосын құтыларсың, деп бақырып шақырып кететін. Хайре ханым оны әбден ашуландырып, істеген ісіне өкінген кезде барып саясатын өзгертіп жіберетін. Қарт адам бүгін әйелінен күдіктенді. Істеген ісінің дұрыс еместігін іштей өзде сезетін. Тек әйелінің бірер ауыр тәтті сөзі ғана оны әжептәуір жұбатар еді. Бірақ қырсық әйелі Алирзаның өміріндегі ең қиын, ең өкінішті күндерін басынан өткеріп жататынын түсінбеді. Қабағын түйіп сылқынғандылық танытты. Алирза біраз үнсіз отырып: ханым, маған қара, деді. Бүгін мені сондай ренжітіп отырсың. Өлсем де ұмытпаймын, обалым саған. Хайре ханым оған екінші рет бұрылып қарады да, мына жаман сөздерден соң оны жұбатуға тырысқан адамдай ақырын шынайы жүзбен:
неге бұлай дейсің Әлирза, деді. Сені қазір біреу естісе жұмысынан атақ дәреже алды деп ойлап қалар. Фирмадан алған 115 лирамен зорға қанағатпен өмір сүрдік. Бүгін одан да айырылғанымызды айттың. Бұл біз үшін аштық деген сөз. Қуанып мойныңа асылуым керек пе еді? Сен де біраз сабыр ет. Әлирза айтарға сөз таппай бірнеше мәрте жұтынып алды да, иә, бірақ намыс, деді. Намысымызды қорғадық. Намыс сөзі мына аңқау, таза үй шаруасындағы әйелге қатты әсер ететін. Бірақ болып жатқан жайлар буынсыз жерге пышақ болғандықтан дәл қазір мына сөз ол үшін қадірін кетіріп тұр. Әлирза, сабыр ет. Қаншама жылдан бері жарың боп келемін. Маған ақымақ, арсыз әйел деп қарағаның әрі ұят, әрі күнә. Мен де сен сияқты намысы бар адаммын. Бірақ мен сенің орныңда болсам, балаларым үшін бәріне көз жұмар едім. Әлирза ашудан жарылып кете жаздады. Не дедің, кәне, не дедің? Тағы қайталаш. Осындай нәрсеге көз жұма қарайтын ба едің? Оңбаған, сен оңбаған екенсің, деп айқайға басты. Хайре ханым басын көтерді. Сосын алған бетінен қайтпай, иә, Әлирза, сен не десең де олар үшін бәріне дайынмын. Өйткені нансыз қалсақ міне, сонда олардың намысына қауіп төнбек. Бұл сөз Әлирзаның басына таяқпен ұрғандай болып тиді. Ол еріксіз бір күн бұрын фирмада естіген сөзді есіне түсірді. Бір ғана намыспен тоқ болмайсың. Сонда бұл қалай болғаны? Бір-бірін мүлде көрмеген екі адамның ойы бір жерден шыққаны. Әлирза өз ойымен өзі алысып, мына шиеленістің бір шешімін таба алмай ойланып отырғанда әйел сөзін жалғастырды. Әлирза, ренжісең де, ренжімесең де сол. Көңілімде не болса бәрін айтамын. Сен қырсықтығыңмен әрдайым балаларыңа кесіріңді тигізіп келесің. Олар 15-20 жасқа келгенде әкелік міндетін бітеді деп ойлайсың ба? Мүлде олай емес. Негізгі міндетің сол кезде басталады. Олар бұрын кішкентай балалар еді. Қолдарына 40 тиындық бір ысқырғыш, бір қуыршақ берсең, бүкіл әлемді қолдарына ұстатқандай қуанатын. Бұл балалардың бәрі енді үлкен азамат болды. Бәрінде жақсы түсінеді. Әрқайсысының бір-бір арманы бар. Бірақ қандай екенін білмейтін. Меніңше біз олардың тәрбиесінде бір қателік жіберіп алдық. Жын соққан шығар сені, қатын. Менің балаларым періштеде ғой. Мен де оны жоққа шығармаймын. Балаларымыз дәл қазір періштеде шығар. Бірақ ойлары далада. Айналада болып жатқанның бәрін көреді. Бәрінен хабардар. Осы түрлерімен келешекте періштеде болып қала ала ма? Қалса да құс болып кетпей ме? Сен бүгінге дейін сыртта жұмыс істедің. Үйдің ішінде не болып жатқанынан бейхабарсың. Міне, енді саған хабар беріп жатырмын. Балалар үшін үлкен қауіп төніп тұр. Мүмкін бәріне мен кінәлі шығармын. Әлирза бұл мәселені айқаймен, дау-дамаймен шешуге болмасын түсінді. Қазір жалынып отыр. Айналайын жаным, ханымым, бала болма. Бұл мәселелерді мен ойламадым емес, бірақ ұлымызды естің. Балапаным бауырлар үшін жанын пида етуге дайын. Оған күмәнің жоқ шығар, солай ма? Шынымды айтсам, күмән бар, Әлирза. Не де болса ол жас бала. Оның да өз арман мақсаты болады. Қандай жағдай болмасын, бармақтай баланың ойына асылып алғаның күнә емес пе? Мына ерлі-зайыпты бір жыл бойы айтысса да, мына тақырыпта бір-бірін түсінбейтін сияқты. Әлирза әкелердің ең жақсысы болғаны сөзсіз. Өзінің кесірінен балаларының біріне титтей болса зиян келгенін қаламас еді. Дегенмен ол ұлын бір әулеттің басшысы сайлап, оған үлкен өмір бақытын сыйлағанына сенімдеді. Сондықтан Шевкет отбасы міндетін атқарудан қашса, онысы патшаның басына тиген тәжін ауыстырғанмен теңдей болары анық нәрсе. Бірақ Хайре ханым күйеу айтқан бұл биік тәрбиесі, мәртебесі ақылға қонымсыз деп тауып, қайта-қайта оған тарпа бас салады. Шашым ағарғанға дейін саған жас балаша сендім. Қайдан білейін, оққан, сауатты адам бір білері бар дедім. Енді болды, жетер. Сонда намыс үшін бір жұмысты тастау керек екен ғой, таста. Бірақ ұмытпа, бір өмір сүру күннен күнге қымбаттыққа түсіп жатыр. Енді сенен ештеңе де жасырмаймын. Періштеде балаларыңды еңсесін көтере алмайтын кедейшілік күтіп тұр. Ері олар жоқшылықтан қиналар болса, екі қолым, 10 саусағым сенің жағыңда.
өліп кетсең де сені көріңде тыныш жатқызбаймын. Әйелі енді балаларды естіп қояды-ау деген қорқынышын жеңіп, қатты дауыстап жылай-жылай ас үйге кірді. Әлирза тұрған жерінде қатып қалды. Осынша жылдар бойы тойған қоздай томпиып жүрген әйелі де бұған қарсы шықты. Ол әйелін үнемі жұмыс үстінде көретін, бақшадағы гүлдердің түбін қопсытып, жеміс-жидектерді суарып жататын, одан қалса бітпейтін үй шаруасы балалар. Иә, ол үйден ұзап ешқайда шықпаған қарапайым ғана әйел еді. Дегенмен оның уайымы бекер емес сияқты. Балаларына шынында да қауіп төнген ме? Бәрінен бұрын әйел айтқандай берген тәрбиесінде бір қателік бар ма? Ең әуелі үлкен қызы Фикретті көз алдына елестетті. Ол 19 жастағы кішкене бір қыз, бірақ 30 жастағы адамнан да салмақты. Үйде анасына көмекші, араларында жас ерекшелігі соншалықты болмаса да, бауырларына екінші анасы сияқты қарайды. Фикретті сұлу деуге келмес еді. Сол көзінде үлкен дақ бар болатын. Бұл да байғұс қыздың ішкі Анадолудағы көз ауруынан қалған із еді. Әлирза сол кезде бір жолын тауып, Стамбулға жібергенде бәлкім бір емі табылар ма еді. Амал қанша, қызының науқастануы жұмыстарының өте тығыз қауырт шағына тура келіпті. Дегенмен Фикреттің сондай керемет бір адамгершілігі болатын. Сол қасиет оның барлық кемшілігін білдірмей жіберетін. Тіпті Әлирзаға ол да бір кемшілік саналмайтын. Тіпті бұл ажарына сыйлаған ұяңдық, көңілге сыйлаған сыпайылықпен бір басқа сұлулықты паш етеді. Амал қанша, үйленуді ойлап жүрген жігіттер жағы олай есептемейтін. Әлирза Фикретті ұлынан кем көрмей, аса ілтипатпен өсіруге тырысты. Әрине, қыз балаға сонша білім қажет емес. Сондықтан әкесі оның іс тігумен айналысқанын құп көретін. Қыз ауру көзіне қауіпті боларын білсе де, кітапты көп оқитын. Бұлардың көбі роман еді. Әлирза қызының атақты өнер адамдарынан, атақты шығармалардан әңгімелерін, өмір туралы салмақты ойларды ортаға тастаған көріп, қуаныштан, мақтаныштан екі езуі құлағына жететін. Қызының ажарындағы барлық кемшілікті жойып жіберердей ақылды, білімді болғанын қалайтын. Сан шүкірлік, бұл дұғасы қабыл болды. Ең болмағанда анасы секілді жақсы бір үй ханымы бола аларлық дәрежеде тәрбиеледі. Қызының қазір ешқандай міні жоқ. Кез келген ер азаматты бақытты ете аларлықтай қабілеті бар. Бірақ соңғы кезде Әлирзаның санасында басқа бір мазасыз ойлар бой көтере бастады. Иә, қызының ешқандай міні жоқ делік. Бірақ оны түсінетін адамды қайдан қалай табады? Күннен күнге артып жатқан жоқшылық мұны тағы да еселеп қиындатып жібермей ме? Айналасынан күн сайын көптеген жас жігітті көреді. Бұлардың көбі бірауыздан келісіп алғандай үйленуді қорқынышпен немесе мазақ ретінде әңгіме қылады. Ал көбісі мұны бір саудаға айналдырып, бай қыз іздейтінін ашып айтады. Иә, әйелі өзінше дұрыс айтады. Фикрет расында дұрыс тәрбие ала алмады ма? Ажарсыз қызға білім беру дұрыс па еді? Ол не үшін қажет? Өңсіз қыздардың ешкімге керек емес екенін жақсырақ ұғындыру үшін бе? Ажарсыздың аузындағы жақсы сөз әлсіздің аузында ақиқат сөздей бекер, пайдасы бір нәрсе болмақ. Әлирза бұл туралы ойланған сайын ішіндегі күмәні арта түсетін. Фикретті бұлай тәрбиелемеу керек еді. Біліммен бірге қыздың арман тілегі де көбейіп, оған қол жеткізе алмайтынын түсінген кезде азап шегетінін ойлағанда өзін қоярға жер таппайтын. Әттең, оны өмірде еркек сияқты еңбектенетін, азулы айласын асырай алатын бір қыз етіп тәрбиелегенде ғой. Бірақ Фикрет мұндай болса, Әлирза оны мақтаныш көрмейтін еді ғой. Алайда бұл мақтанышынан не пайда? Әлирза Фикреттен кейінгі Лейла мен Нежланы ойлады. Олар әпкелері сияқты ақылды болмаса да, хас сұлудың өзі еді. Лейла 18-де, Нежла болса 16-ға енді толды. Осы күнде оларға ақыл тоқтатқан, адал сүт еміп өскен күйеу бала табу үлкен мәселе. Дегенмен бұл анау айтқандай қиын емес еді. Қазіргі жаман жастары Фикреттегідей жан сұлулығынан хабарсыз болса да, Лейла мен Нежланың әдемілігін түсінетіндері кәміл. Ең бастысы періштедей таза ерке қыздарын айналада болып жатқан кері әсерлерден қорғау болатын. Айшеге келер болсақ, Әлирза оны бұрыннан бауырларының қамқорлығына берген. Өзі болмаса Шевкеттің
оны өз қамқорлығына аларына сенген. Қарт әке бақша жұмыстарымен айналысып жүріп тек осыларды ойлады. Міне, алғашқы зейнеткерлік жұмыссыз күндері басталды. Оның осыншалықты ұзаққа созыларын кім біліпті? Әрине, бұл күндердің ерте ме кеш пе келерін барлық еңбекқор адамдар секілді күндердің бір күнінде жарамсыз болып шетте қаларын іштей білетін. Бірақ дәл осылай болар деп ойламапты. Зейнетке шығардан бұрын әкелік міндетінен толық құтылып, олардың бәрін үйлі-жайлы етіп қоямын деп жоспарлаған еді. Көзін жұмып, келешекті ойлағанда мынадай көріністі көретін. Айналасында опыр-топыр немерелері, ата-ана атанған балалары, олардың бүкіл жауапкершілігін әйел екеуінің мойнына асып қойған. Әйелі енді өмірімнің соңына келдім. Бір бұрышта өлімді күтуден басқа ісім жоқ деген сен емес пе едің? Ал енді көрейік, мына немерелеріңді қалай бағарың деп жатады. Атасының енді басын қасуға да уақыты жоқ. Барлық немересін қыруға ойнатуға әкетеді, немесе оларға ошақ басына отырып ертек айтып береді. Сосын кей тентектеріне отбасының тарихын айтады. Уақыты келгенде оларға да аналары мен әкелеріне берген тәрбиені беру керек. Былдырлаған немерелерінің жаңғырған дабыл мен даңғырлаған барабан даусының арасында бәлкім өлгенін де білмей қалар-ау. Адам үшін одан асқан бақыт бар ма? Бұрынақта Әлирза кітап оқуға уақыт таппайтынына тиіп жататын. Әрдайым кітабының ең қызық жеріне келгенде бір жұмыс шығып қалатын. Оның үстіне әйелінің «Қане, Әлирза, уақыт болды, кемеге үлгермей қаласың» деп әзірелге ұқсап басында қақшиып тұруы да ызасын тудыратын. Әлирза кітапты жауып жатып, шіркін, зейнеткер болсам ғой дейтін. Енді сол армандаған күні келіпті. Енді әйелі «Қанеки, Әлирза, кітапты ұста» деп мазасын алмайды. Бірақ қырсыққанда қарашы, кітаптардың бұрынғыдай қадірі қалмағандай. Әйелінің алғашқы күндердегі ашуы тарқамай, қатулы қабағы бір ашылмай қойды. Әлирза көпке дейін оған ренжіп те жүрді. Бірақ мұнысынан ештеңе шықпайтынын білген соң, өзі бірінші барып татуласуға ниет етті. Қайри ханымның осы қылығынан асқан ауыр ештеңе жоқ еді. Бір күні оған: «Обал жоқ екен саған. Демек сенің алдыңда тек ақша тапсам ғана қадірлі екенмін. Мені ақшама бола сыйлап жүрген екенсің» деді. Оның сөзіне мән беріп те жатпағанын, айтқандарына ашуланбаған көріп, өз жалбарына: «Біз өмірде қарулас достар едік. Қолымдағы қаруымды алып қойған кезде сен келіп менің арқамнан пышақ ұрғаның дұрыс па?» Бұл сөзін көпке дейін іштей дайындап жүрген еді. Әйелі бұл сөзді естіп мойнына асылып жылайды. Сосын арасында бір түсіністік орнайды деп ойлады. Бірақ бұл сөздер оған еш әсер етпеді. Бедірейген түрмен теріс қарап: «Қайтеміз енді? Өзі құлаған адам жыламайды. Өз айыбыңа өзің шыда» деді. Арада бірнеше ай өткенде Әлирзаның басқа зейнеткерден айырмашылығы жоқ болып шыға келді. Дөңгеленіп тұрғанында арба дөңгелегінің ескіргені бірден байқалмайды. Кәрілік те солай. Жұмыс істеп жүрген уақытында адамға өз жасы білінбейді. Ал зейнетке шыққан соң бәрі кәрілік жетіп қалғандай болады екен. Екі қолы бос адамның иығы талып, арқасы бүкірейіп шыға келеді екен. Жүріс-тұрыс та бұзылды. Шалбарының тізесі, жейдесінің білек тұсы созылып шығып кетті. Жейделері тозды. Әйтпесе бұрын үнемі мұнтаздай киінетін адам еді. Әлирза әдеттегідей таң ата оянғанмен өзінің бұрынғыдай сергек сезінбейтін. Күннің батқан уақытына дейін ұзақ жол жасайтынын ойлап, өзінен өзі шаршай бастады. Кітап оқып бақшада жұмыс жасағаны да ендігісі еш қызық әкелмейтін. Дегенмен ескі әдетінше әлі бір кітап беттерін парақтап, бақшадағы арам шөптерді жұлады, гүлдерді суғарады. Бірақ күннің жартысы өтті деп ойлап, жігерлене басын көтергенде төбедегі күннің еш қозғалмайтынын көретін. Байғұс Әлирза осыншама мол уақытпен не істерін білмей бас қататын. Ендігі әдеті таңертең кешке кеменің уақыты келгенде ауланың қақпасынан сыртқа шығу болды. Қолын арқасына қойып қақпаның бойын жағалай ары-бері жүріп келеді. Жұмыстарына мұнтаздай киініп, кемеге асығып бара жатқан адамдарды тамашалайды. Аспандағы ләйлек құстардың ұшқанына жерде қанат қайырылып ұша алмай қалған ләйлектің бірі секілді мұңая қарайтын.
әлирза бұрыннан казино мен кафелердің жауы болатын. Қызмет істеп жүргенде үнемі бұл не деген шын ойнақ айналайын-ау, қолымда құзыретім болса мұның бәрін бір күнде жауып тастар едім дейтін. Ал енді сол жерлердің үйінде рахат жоқ бейшара зейнеткерлер үшін таптырмайтын жұбаныш орын екенін түсініп келеді. Кей кездері өзде амалсыздан сол жерлерге сүйретіле кетіп бара жататын. Алғашқыда Чамлыжа немесе Үскадар базарына қарай жаяу барып келіп жүргенде жол бойында қырда орналасқан кафелерге барып жүрді. Кейіннен ақырын-ақырын базар мен аудан орталығындағы кафелерге үйреніп алды. Алғашқы кезде өз-өзінен қымсынып бір бұрышта отырып газет оқитын. Бұл жерде келушілерге деген ескі жеккөрініші әлі басыла қоймаған еді. Өзін солармен салыстырғанын қалап, тек бақылап отырғандай сыңай танытатын. Мұндай кафелерде небір нәрсені естіп көреді. Жасы келсе де сондай арсыз еркектер болатын. Отырып алып үйіндегі барлық ішкен-жегендерін жыр қылып айтып отыратын. Тіпті үйінде жеуге нан таба алмай қалған күндерін де арланбай баяндайтын. Кейбіреулер үнемі нарды, картон ойнайды. Расында бір-бірін тыңдамай айтылатын боқтық сөздер таусылмайтын. Ерегісіп аузына келгенді айтып алып, сосын тым болмағанда ойынды қайта жалғастырады. Тіпті бір жолы өмір бойы үлкен қызметте жұмыс жасап, зейнетке шыққан беделді кісінің таяқ жегенін де көрді. әлирзаның ойынша ол адамның мына масқаралықтан кейін адамдарға жоламай, тіпті өліп қалғаны да жақсы еді. Алайда оны ертесіне-ақ сол кафеде еш нәрсе болмағандай нарды ойнап отырғанын көрді. Сөйтіп әлирзаның жанына сырласқысы келгендер отыра бастады. Ол бәрінде мұқият тыңдайтын. Кейін ақырын-ақырын таныстар көбейе бастады. Бірақ әлі де тәкаппарлығын ұмытпады. Басқаларын ұйып тыңдағанмен өз туралы бір жағы ашып ештеңе айтпады. Ақырында бұл кафелердің жұмыссыздықтан және отбасына жылулықты жоқтығынан туған күйініштеріне арылу үшін жиналатындардың мекен екенін түсінді. Ол болмаса зейнеткерлердің өлуден басқа ісі қалмайды екен. әлирза да ақыры бір кафенің тұрақты қонағына айналды. Және өз сияқты кәрі зейнеткерлерден тұратын ортасы пайда болды. Қайтсін енді, басқа қалай жұбансын. Бұлардың барлығы да тұрмыстың тауқыметіне қиналған қарттар. Көбісі жібі түзу, абыройлы азаматтар еді. Кейбіреуі қолымызда мүмкіндік барда неге ұрлық жасамадық? Ақыр аяғы мынандай болдық. Біз осыған лайық па едік? Күндіз-түні дамылсыз еңбек еттік. Ал бізді лимонға ұқсатып сығып алып, лақтырып тастағандай етті деп өкініп жататын. әлирза өз сияқты оларға да іштей жаны ашиды. Бірақ сөздерін қостамайды. Тіпті кейде олармен сөзге келіспей керісіп қалатын. әлирзаның ең үлкен табысы жаңа достарынан арзан сауда-саттықтың тәсілдерін үйреніп алған еді. Енді ол көмірді, ет май мен азық-түлікті қайдан арзанға алуға болатынын біледі. Бірақ үйренген нәрселерін тәжірибеде іске асырмаса одан не пайда? Қай жерде сөз таластырып, қай жерде жағымпаз болу керектігін білуі қажет. Алайда бұлардың ешқайсысы да әлирзаның салмақты табиғатына сай келмейтін қасиеттер. Бір күні ұзақ жылдар бойы аудан әкімінде басшы болған бір досымен базарға шықты. Азық-түлік алу керек болған. Саудаласып тұрғанда дау шығып, дүкенші бұрынғы әкімнің қолынан асқабақты жұлып алды да: «Кетті сен кәрі қақпас, сен сауда жасауға емес, көңіл көтеруге шыққан екенсің. Ақшаң жоқ болса, шалғыннан шөп жина да соны же», деп кеудесіне итеріп кеп жібергенде, ана қауқарсыз шал азық-түліктің арасына шалқасынан түсіп құлады. әлирза ұялғаннан кірерге тесік таппады. Бұдан кейін ешкіммен базарға бармауға өзіне серт берді. әлирза зейнеткер достарының сөзіне құлақ түрсе, барлығы дерлік отбасыларына ренішін білдіріп жатады. Демек, бұл мәселеде жалғыз емес екен. Бұл байғыз зейнеткер шалдардың бірауыздан айтатыны: үйдегі ұрыс, дау-жанжал. әлирза бұл ұрыс-керістің бәрі экономикалық қиындықтан туындайтынын біледі. Сол ақшаның барлық құдіреттен күшті екеніне енді сенетін болды. Байғұс шалдар таң атса болды, бір өрттен қашқандай үйлерінен оқтай ұшып келіп, осында қара кешке дейін отырады. Ұрсады, таласады.
алайда олар осы қартайған шағында отбасының жылулығына бұрынғыдан да қатты мұқтаж. Тек осы кәрілік күндерін ойлағандықтан да отбасының сан мың тауқыметіне шын көңіл бөле алмайды. Не ойлап неше ісінеді, Алланың өзі сақтасын. Осы кафелер болмаса не болар еді күндері. Ең жаманы бұл шалдардың көбісі бүгінге дейін неден ең қатты қорықса бастарына сол келген. Мысалы, өмірінде қарыз алудан қорыққан бұрынғы баспасөз хатшысы енді айлық зейнетақысымен қарыз төлеуден құтыла алмай келеді. Қарыздарын төлей алмағандықтан түрмеге қамалуға дайындалып жүр. Алашағы бар дүкенші келіп алғаш рет есік алдында айқайға басқанда өліп қала жаздаған. Бірақ қазір немқұрайлық танытады. Тіпті сотталып кету қаупіне де жайбарақат қарап, философтар секілді тәуекел етіп қайтемін. Оңбағандардың ақысы кетіп қалмасын. Қарызымды ақшалай қайтара алмасам да түрмеде жатып өтермін дейтін болды. Тағы бір қойма басшысы болатын. Жас кезінде барынша пысықтығымен атағы жер жарған адам. Аяғынан шешілген шұлықты бір жумай қайта кимейтін еді. Қазір бұл адамның жағасында биттер билеп жүр. Әйелі 2 жыл бұрын сал болып қалған. Үйінде басқа ешкім жоқ. Барлық міндет соның мойнына артылған. Ауру әйелін күтіп бағады, ал оның аузынан еститіні тек шағым. Тағы біреу күнәра туған қызы мен келіннен жәбір көреді. Енді қайтып ол үйге барсам, мені қарғысатсын деп қолына киім-кешегін алып кафеге келетін. Алайда кеш қарайып келушілер тарқай бастағанда, ұйқысы келіп, аяқ қақсағанда таңертеңгі шешімін өзгертіп, үйіне қарай аяңдап кетіп бара жататын. Достары оған жан ашудың орнына күледі. Мұның бәрі бұрынғы күнәларым үшін дейтін. Ащы шындықтың бір ұшы көрініп қалғандай еді. Көп жылдар бойы әскери мектепте мұғалім болған бұл кісі кім біледі, қаншама балаға зәбір көрсеткенін. Осы кафенің келушілері арасында тағы Сермет атты бұрынғы әкім бар еді. Бірақ ол басқа зейнеткерлер сияқты емес. Оның жүріс-тұрысынан, киім-киісінен жағдайының жақсы екені байқалатын. Сермет мырза басшы болған кезінде әділдігімен, адамгершілігімен атағы шыққан жан. 70-ке келсе де әдемі қартайған, қызыл шырайлы жүзі, тікірейген ақшасы ерекше өң беретін. Киімі де мұнтаздай тап-таза, ал сөйлеген сөзі нық-нық, басқалар сияқты. Әлирза да алғашында оған құрмет көрсетіп сөзіне мән беретін. Бірақ кейіннен ол туралы адам сенгісіз жаман нәрселер естіді. Сөйтіп ол кербез адамнан, биттеп жүрген немесе таяқ жеп жүрген адамдардан да қатты жиіркенетін болды. Естуінше бұл адамның қыздары жаман жолға түсіп кеткен. Ол мұнда отырып алып, елді өзіне қарата адамгершілік, ізгілік туралы айтып жатқанда, өз үйінде естігенде төбе шашың тік тұратындай оғаш нәрселер болып жатады екен. Осыншама тап-таза киініп, елді алдауының бір себебі осында жатыр ма екен? Кейбіреулер Сермет мырзаның еш нәрседен хабар жоқ деп жатады. Кейбіреулер болса, жас баладан еңкейген кәріге дейін біліп отырған нәрсені сезбейтіндей ақымақ емес. Үйіне судай ағып келіп жатқан ақшаның қайдан келіп жатқанын білмейтін соқыр еместігін алға тартады. Доңыз ұқсап бәрін біліп отыр дейді. Әлирза бұл өсекшілерге қосылудан қатты қорқып жүрсе де, бір күні шыдамай былай деді. Бұл екінші айтылған болжам меніңше дұрыс емес. Адам осындай жаман нәрсені біліп, қалай ғана шыдайды? Бәрі күліп жіберді. Не деген аңғал адамсыз, Әлирза. Алла не берсе де құлы шыдайды емес пе? Бас кезінде мұндай өсек естуден жалығатын. Бірақ уақыт өте келе бұл кафелердің әңгімесі Әлирзаға аз уақыт болса да өз қайғысын ұмыттырып жіберетін.